каналының құрметті оқырмандары, армысыздар. Каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Адияр Албай. Сіздермен көріспегелі біраз уақыт болып қалыпты. Оған себеп бар, өйткені мен жақын арада өзімнің бір кішігірім бизнесімді аштым. Және бүгін сіздерге осы YouTube каналында жалпы өзімнің өмірімдегі жаңалықтармен бөлісіп, сонымен қатар осы қабілет туралы бір өте қызық тақырып қозғағым келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, мен осы 2,5 жылдың ішінде өзімнің Instagram блогымды бастап, YouTube каналымды бастап, қазір біраз жетістіктерге жеттім. YouTube каналымда енді кішкене жаймен дамып жатырмын. Ал Instagram парақшамда мен бала психологиясы туралы, жалпы психология туралы, тұлғалық даму туралы әртүрлі посттар жазу арқылы, кітаптармен бөлісу арқылы, оқыған кітаптарымдағы ойларды жаза отырып, осы 2,5 жылда блогымды біраз көтеріп алған болатынмын. Қазір 39.000 оқырманым бар. Әрқайсына өзімнің бір жылы, қалай айтсам екен, ерекше бір сезімім бар. Өйткені әрбір оқырманым менің әрбір оқыған, әрбір жазған нәрсемді әрдайым бағалап, өзінің ойларымен бөлісіп отырады. Сол себептен де мен осы блогымды бастағалы бері, мен декрет уақытында бастадым блогымды. Өмірімде көп жақсы өзгерістер болды деп айта аламын. Біріншіден, мен осы бала психологиясын кеңінен зерттеу арқылы мен жалпы марафондар бастай бастадым. Онлайн марафон, яғни менің қазір өзімнің 4 авторлық марафоным бар. Ең біріншісі ол баламды түсінгім келеді деген марафон. Кезінде ең бірінші марафоныма 70 ана қатысып, үлкен жақсы отзывтар алған болатынмын. Одан кейін барып, барлық бала гений деген марафоным басталды. Одан да өте көп аналар оқып шықты. Одан кейін үшінші марафоным қандай еді, Құдай, бақыттана бақытты бала марафоны уже есімнен шығып кетті. Марафондарымды жүргізбегелі біраз болып қалды, 1-2 айдай ма. Өйткені бизнесім басталып кетті, сонымен уақытым болмай кетті. Сол марафон және Instagram таргетинг туралы 4-ші марафоным бар. Осы марафондарды жүргізу арқылы мен көптеген аудиторияма жалпы өзімнің білімімен, жинаған білімімен біраз ақпараттармен бөлістім, біраз аналармен таныстым десем болады. Және осы блогты жүргізу арқылы мен жалпы өзімнің қабілетім туралы да, жалпы қабілет тақырыбын осы марафондарда көп қозғаймын. Сонда қыздарға айтамын ғой, жаңағы қабілет ешқашан біреу болмайды. Мысалға, сіз дәрігер болсаңыз, мүмкін сізге бет бояу ұнайтын шығар, мүмкін сізге тігу ұнайтын шығар, мүмкін сізге қосымша торт пісіру ұнайтын шығар, қандай да бір қосымша хоббилар болады. Кейбір адамдар мамандықтарын дұрыс таңдамай қалады, кейбірлер таңдаса да қосымша тағы бір заттарды ұнатып жатады. Мен енді осы қабілет тақырыбын айтқан кезде мен көбіне өзімді мысал келтіремін. Себебі мен өзімді де көп жыл іздедім, зерттедім, әлі күнге дейін іздеп келе жатырмын деп айта аламын. Өйткені мен үшін маңыздысы ол тәжірибе. Яғни мен теориялық тұрғыда тек қана мынаны емес, мен прям практикалық тұрғыда өзім көріп, ұстап, істеп болғаннан кейін барып, бұл іс маған ұнай ма, ұнамай ма, мен сол арқылы өзімді зерттеп жүрмін. Жалпы мен өзім журналистика факультетін бітірдім, сол саланы қатты ұнатып түстім. Бұл салада мен 8 жылдай қызмет атқардым, телеарналарда жұмыс істедім, көбінесе телеарналарда жұмыс істедім. Бастапқы сол 1-2 курста журнал, газеттерден бастадым, баспаларда істедім. Бірақ ең соңында осы телевидение маған жақын екенін түсіндім. Оны YouTube каналымды жүргізуіме де қарап түсінуге болады деп ойлаймын. Жалпы Instagram парақшамды да сол үшін бастадым. Жалпы мен алған білімімді қандай да бір ақпаратпен басқа елдермен, басқа аналармен бөліскен жақсы көремін жалпы, иә. Сондықтан да мен осы журналистика саласын таңдадым, біраз жыл жұмыс істедім, бірақ осы декреттен кейін мен қайтадан жұмысқа шыққаннан кейін менде телевидениеде жұмыс істеуге қатты желание болмады. Себебі декрет кезінде мен балам 2 жарымда болған кезде мен осы Instagram блогымды бастадым. Одан кейін барып ол менде жақсы дамып кетті да, мен одан табыс таба бастадым, марафондарым басталды, өзіме қатты қызық болды. Сөйтіп мен дәстүрлі медианы, яғни телевидениені осы әлеуметтік медиаға
ауыстырып тастадым десем болады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазір Инстаграмда барлық жаңалықтарды да оқуға болады, барлық видеоларды қарауға да болады. Дүкен де болып кетті, журнал да болып кетті, телевидение де болып кетті деп 100% айта аламын. Сол себептен де осы мен өзімді осы әлеуметтік желіге аудардым. Және еш өкінбеймін, себебі мен біріншіден өзіме өзім бастықпын, екіншіден мен ешкімге тәуелді емеспін, мен балама да уақыт бөле аламын, отбасыма да уақыт бөле аламын, үй тірлігіне де уақыт бөле аламын, демалғым келсе демалып аламын деген сияқты. Яғни мен фриланс жұмысты өте қатты жақсы көремін. Сол себептен де осы Инстаграмды бастағалы бері біраз өзім кітапқа да қызығушылығым қатты артты. Өйткені декрет кезінде мен көптеген коучтардың сабақтарына қатыстым, онлайн сабақтарға, офлайн сабақтарға қатыстым. Маған өте қатты стимул болған Қуаныш Шонбай ағамыздың сабақтары, екінші болма кітабы, Құралай ханның кітаптары, Камшат Бекжігітованың кітаптары. Яғни осындай көптеген Ресейдің танымал психологтары, мысалы Юлия Гиппенрейтер сияқты көптеген осындай кітаптарды оқу арқылы өзімді дамыттым десем болады. Магия утра кітабы айтпақшы маған көп білім берді. Думай богатей, Наполеон Хиллдің. Менің оқыған кітаптарым туралы білгіңіз келсе, кітап ақтар хэштегін Инстаграмда терсеңіздер, барлық оқыған кітаптарым шығады. Менікі енді көбінесе бала психологиясы мен осы тұлғалық дамуға арналған кітаптар. Сол себептен де қарап көрсеңіздер болады. Осы Инстаграмды жүргізу арқылы, марафондарымды жүргізу арқылы мен стористарымда үнемі әртүрлі маталар көрсететінмін, үйде әртүрлі салфеткалар тігетінмін, постельный белье. Мен мысалға қазір өзімізге балаларға постельный бельені сатып алмағалы біраз жыл болды. Өйткені мен көбінесе өзім тігемін, өзім жақсы көремін, өзім дизайнын, түсін таңдап, размерге размер келтіріп әдемі тіккен жақсы көремін. Бұл менің енді бір екінші хоббиім десем де болады, сүйікті ісім десем де болады. Өйткені өзіме жалпы мен енді творчестволық адам болғандықтан мен сондайға өте жақынмын, және қолдан бірдеңелерді тігіп, жасап, оны әдемілеп, әшекейлеп жасаған жақсы көремін. Сол себептен де осы Инстаграмды бір парақша емес, екінші парақшамды ашып, онлайн дүкен жасап, осы қазір 2 парақшам жүргізіп жатырмын. Қазір мен мысалы мен өзім дүкенімде отырмын. Бұл жерде товары онша көп емес, дегенмен де бізде арнайы каталог бар. Қытайдан әкелетін поставщиктарым бар мысалға. Көп іздеп, зерттеп тапқан адамдарым, өзіме ұнады жұмыс жасаған. Сол себептен де каталог бойынша жұмыс жасаймын. Егер де бір товар болмай қалса, мен бір күнде оны складтан әкеп сіздерге қалаңызға, немесе осы Алматы қаласы бойынша, немесе Қазақстан бойынша жеткізіп беремін. Енді бізде онлайн дүкен болғаннан кейін көп аналарға өте ыңғайлы, себебі каталогтан таңдай салады, видеодан көрсете саламын, сонымен әйелдер алып жатыр. Жалпы жаман емес. Енді мен өзім осы Инстаграмды бастаған кезде мен бизнес тақырыбында көп зерттедім, қай бизнес бастасам екен, қосымша қандай бір дүкен ашсам екен, өзіме бір қайсы ұнайды екен, қайсы жақын болады екен деген бірнеше бизнестерді былай талқыладым, көрдім. Ең соңында өзімді зерттеу барысында шын мәнінде өзім осы матаны қатты жақсы көретінмін түсіндім да. Өйткені мен өзім дүкендерге барған кезде матаны көрсем өтіп кете алмаймын, міндетті түрде 1-2 метр сатып алам, оны әкеп үйде бірдеңе әдемі тігем, киім тігем, тағы белье тігем, постельный жаңағы сумка тігіп алам, өзіме скатерть тігіп алам деген сияқты. Сонымен деген осы зат маған қатты бір жақын болған соң мен аштым. Бұл енді жаңағы бизнес жасау үшін шын мәнінде мына Инстаграмды дамыту, таргетті меңгеру, сосын өзіңнің жалпы личный бренд дейді ғой, жеке брендіңді қалыптастыру өте маңызды екен. Мен мысалға бизнесімді бастағалы 1 ай болса да, 1 айдан кішкене асты, менде продажа өте жақсы жүріп кетті да. Себебі не, өйткені менде Инстаграмда живой подписчиктар көп болды, сториста менде жақсы қаралым мысалға, YouTube каналым бар, 2 Инстаграм парақшам бар, одан таргетті мен өзім меңгеріп оқып алғанмын, Facebook арқылы рекламаның қалай жасау керек екен, қалай дұрыс жасау керек екен, қалай выгодно болады, қалай настройкаларын дұрыс жасау керек, соның бәрін мен осы декрет кезде меңгердім. Өзім тіпті бір 20 шақты қызға осы таргетті үйретіп шықтым. Олар өздері де қазір таргетті жақсы меңгеріп кетті. Сол себептен де мен декрет уақытымды өте жақсы қолдандым, Аллаға шүкір.
тіпті одан ерте бастасам вообще күшті болар еді деп ойлаймын. Дегенмен де мен ешқашан артқа қарап өкінуді, қазір өкінбеуді әдетке айналдырып жүрмін. Енді адам болған соң, пенде болған соң бізде кейде сондай бір заттар болып жатады. Дегенмен де өзіммен көп жұмыс жасаймын. Сол себептен де осы істі бастадым, қазір жұмыс жасап жатырмын. Бұл видеоны жалпы не үшін қазір сіз осы бизнесті бастап кеттіңіз, ертең бала психологиясы туралы парақшаңыз жаңағы жүргізілмей қоймай ма деген сұрақтарға жауап ретінде де түсіріп жатырмын. Өйткені бұл тек менің қосымша сүйікті бизнесім, ал Инстаграм ол менің жеке өмірім сияқты. Ол жерде мен күнделікті ойлармен бөлісемін. Жалпы бизнесті қалай бастау керек, қалай мотивация алуға болады, қай бизнесті дұрыс бастау керек, қандай кезде бизнес жүріп кетеді. Мен сондай тақырыптардың бәрін міндетті түрде қозғап отырамын Инстаграмда. Қазірдің өзінде де жақсы посттар жазып шығарып жариялап жатырмын. Сол себептен де ойламаңыздар, мен тек осы бизнеске тікелей кетіп қалдым деп. Парақшам әрдайым даму үстінде. Стористардан күнделікті менің жағымды жаңалықтарыммен қазір не істеп жатырмын, қандай проект жасап жатырмын, жалпы өмірімде қандай өзгерістер болып жатыр, соның барлығымен бөлісіп көрсетіп жатырмын. Енді бүгінгі тақырып қабілет болғандықтан айтайын дегенім, мен әрдайым қыздарға айтамын, қабілет біреу болмайды. Біз кейде ойлаймыз ғой, мен нан жасап көрейін ба, сан түрлі ойлар болады, мүмкін мамандығым бойынша жұмыс істеймін ба. Кейде адамдар болады, жұмысын істейді, бірақ ұнамайды, қорқады өзінің сүйіктісін бастауға, оған қаражат керек деп ойлайды. Шын мәнінде қаражат аса керек емес. Бастапқы уақытта, мысалы егер онлайн магазин болса, сіз каталог бойынша жұмыс жасап, складпен тікелей жұмыс жасап, олардан керек кезде барып алып кетіп, әрине ол кішкене қиындау, дүкеніңде товар постоянно тұрса, ол кішкене оңай сізге жібере салуға, уақытыңыз үнемделеді. Дегенмен де, егер товардың бәрін ала алмасаңыз, онда сіз каталогпен онлайн жұмыс жасай аласыз. Ол кезде сіз напрямую складпен жұмыс жасайсыз. Олардан аласыз керек кезде, заказдарыңызды біреуін обрабатывать етесіз, мысалға жібересіз деген сияқты. Мен шыны керейін, осы істі бастаған кезде мен бірінші тест жасап көрдім. Мен өзімнің үйдегі бір бар материалдарымды әдемілеп суретке түсіріп, өзім енді жиі алатындықтан менде үйде материалдар болды. Мен оны әдемілеп суретке түсірдім, упаковкасын жасадым, OLX-ке салдым, Инстаграм өз парақшама салдым, жаңағы сататын дүкеніме салдым, онлайн парақшама Аралбай шоп деген қарап көрсеңіздер болады. Сол жерде басында тек қана сатып көрдім. Мен де бірінші күн объявление салған күні маған бірінші күн продажа түсті. Мен сразу түскен товарлардан өзімнің жаңағы алатын адамдарыма барып, складтан бәрін заказ етіп, солай сатқан болатынмын. Сондықтан да мен ешқандай бір ақша салып не қылған жоқпын. Дегенмен де қазір мысалға мен осы офисімді жалға алдым, 2 машинкам бар, мысалы осы мебель, стеллаждарды алдым, столдарымды алдым. Одан кейін осы шамасы 300-400 мыңға материал алдым мысалға. Бұның барлығы енді постепенно болған нәрсе, бірақ міндетті түрде бір бизнес бастасаңыз, тестовый бизнес істеуге болады. Мен мысалға, менен бір қыз оқып шықты, ол қыз Инстаграмнан киім сатқым келеді деді. Мен айттым, киімнің барлығын алмай қойыңыз, басында тест, әдемі 1-2 киім алып көріңіз, соны сатып көріңіз дедім. Ол жасап көрді, шынымен жақсы өтті. Инстаграм парақшасына таргет жасауды үйрендік, сонымен өте жақсы дамып кетті. Сонымен қатар тағы бір бизнес болды. Ол жерде ассорти ет сатады екен, әртүрлі қарындарды тазалап, еттерді араластырып, сондай бір әдемі ассорти жасап ойластырған екен. Ол парақшаның да таргетін жасадық, басында пробный жасап көрдік, Инстаграм парақшасын дамыттық, осылайша парақшалары жақсы дамып кетті. Одан кейін менде бір жақсы дәрігер оқыды, гастроэнтеролог. Ол кісі тоже өзінің білімі арқылы, сол практикасы арқылы медицинский центр ашқысы келіп, сөйтіп Инстаграмнан өзінің личный брендін дамыта бастады. Енді айтар жаңалығым осы, ашқан бизнесім осы мата, детский мата сатам, көбінесе ХБ, сатин, поплин. Постельное белье тігуге болады, пеленочкалар тігуге болады, в общем, көйлек, киім тігуге болады, әртүрлі заттар тігуге болады, скатерть, мысалға, сумочкалар ХБшны тігуге болады. Мен өзім заказға постельный белье тігіп жатырмын, заказдар түсіп жатыр. Қазір енді бір тігін түші алсам екен деп ойлап отырмын, швея. Сонымен потихоньку осы бизнесімді көтеріп, Инстаграм арқылы өз білімдерімен бөлісіп, осы ютубта өз ойларымен бөлісіп,
сіздермен жалпы бөліскім келіп жүр. Сондықтан да Алла қаласа осы YouTube каналымда да, Инстаграмда да көптеген жағымды жаңалықтармен және пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісіп отырамын деген ойдамын. Сондықтан да жаңалықтарым осы. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Егер сұрақтарыңыз болса, Инстаграмға дайректке жазсаңыздар болады, осы YouTubeға комментарий жазсаңыздар болады, лайк бассаңыздар тіпті қуанып кетемін. Барлықтарыңызға сәттілік, алдағы уақытта сіздермен тағы да көрісетін боламын.